Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың дәстүрлі жолдауын мұнайлы өңір тұрғындары ерекше ықыласпен тікелей эфирде тыңдады. Дағдарысқа ұшырап, халық ертеңіне алаңдаған тұста айтылған бұл өзекті мәселелердің оң өзгеріс әкелетініне сенді. Сәскеде көгілдір экран алдынан табылып, президент үніне үміт артқандардың бірі Сұлтекеновтер әулеті. Ал балам, мінекей бүгінгі атамыз Кемелұлы Тоқаевтың жаңағы үндеуін ұстап жолдауы соны тыңдайық. Сұлтекеновтер отбасында бүгін айрықша күн. Шәйін ерте ішкен отбасы мүшелері түгел теледидар алдына жиналды. Әдетте бұл уақытта олар әртүрлі іспен әлек болып жүретін. Ел дамуын іркілткен жақта бұл жолдаудың маңызы жоғары. Мұны 60-ты еңсерген шаңырақ иелері жақсы біледі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы үндеуін тыңдадық. Жақсы нақты сөздер айтты. Соның ішінде манаға шаруашылық жайлы, мал шаруашылық жайлы әңгімелер айтылды. Өте жақсы. Енді халыққа мынандай жағдайға байланысты 40.500 теңге көмек берілді. Оның да айтып кетті. Президент елдегі олқылықтарды бүкпесі жеткізді. 2021 жылы басымдық берілер салаларды айтты. Енгізілетін өзгерістердің себеп салдарын да баяндап берді. 2 ұл 4 немере тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері елдегі ахуал осылай ашық айтылса, түсінбестік болмас еді дейді. Ауыл шаруашылығы туралы айтылған президент сөзі төрттілікті қолдап аққан тұрғындарды бір қуантты. Пандемия мезгілі бүкіл енді халыққа, бүкіл елге бәріне ауыртпалық түсірді. Енді солардың барлығының кейбір кемшілік тұстары болды. Жаңағы кемшіліктерге сын айтып, мін айтып, түзеудің алдын ала тапсырып жатыр. Ауыл шаруашылығын көтереміз деп жатыр, қолдаймыз деп жатыр. Жаңа ауыл шаруашылығын, ауылдың ішінде мысалы шаруашылық көп болса, халыққа қызметте болады деп ойлаймын. Енді бұл қиындықтан шығу үшін жұмыла көтерген жүк жеңіл деген жан-жақтан бәріміз жұмылсақ, бәріміз бір ауыздан сөз шығарып, бір қолдан жең шығарсақ, бәрі де түзеледі деп ойлаймын. 2 сағатқа ұласқан президент жолдауынан халық санадағы сан сұрақтың жауабын тапқандай. Телеарна камерасына іліккен Сұлтекеновтер отбасы да бұл үндеу дағдарысты еңсерудің тиімді жолы деп тарқасты. Гүлфани Ерсайын, Жарылғаш Алғасов, Атырау арнасы.